Келінжан деген бұл өлеңімде келін түсіріп жатқан ененің қуанышын көреміз негізі бұл өлеңде. Енді қазіргі уақытта ене мен келіннің арасында қарым-қатынастың өте өзекті болып тұрған уақытында бұл өлеңді мен алып шыққым келді елдің алдына. Негізінде менің бір байқағаным, ене мен келіннің арасында қарым-қатынастың ушығу ол негізі жұмысқа дым байланысты емес. Сен жұмысты аз деп қойдың, мен көп істеп қойдымға байланысты емес, ол бетіндегі просто салдар сияқты маған солай көрінеді. Мәселе ене мен келіннің бір-бірімен тіл табыса алмауы ғой түбінде. Егер де ене келіннің жүрегінен жол таба алса, келінін жақсы көрсе, келінінің көп қателіктерін балалығы деп қарап, оған жұмсақтық танытатын болса, қателіктерін бірден бетіне басып бақырайтып айтпаса, жұмсақ жеткізсе, жұмсақ ұстаз бола білсе, енді бір ақымақ қыз болмаса, көбінесе оны келін міндетті түрде бағалайды. Өзінің анасындай болмаса да, әйтеуір жақын адам ретінде бағалап, оған жақсы қызмет етуге ұмтылады деп ойлаймын. Бұл өмір ғой. Яғни өмірде жақсылық пен жамандық қатар кезек алмасып отырады да, сондықтан кейбір уақыттарда біз келін жақсы болып жатсақ та, біздің енеміз келген жағымсыз болып кездесуі мүмкін да, олардың түсінігі біздікімен сәйкес келмеуі мүмкін, олардың көргені басқа деген сияқты. Сондай уақытта біз енді келіндер қанша жерден жасымыз, жолымыз, көргеніміз аз болса да, біз барынша көргенділік танытуға ұмтылсақ, бізге Алла разы болады деп үміттенемін. Былай қарағанда жақсылықты біз адамдар үшін емес, мен осы күнге дейін түсінгенім, жақсылықты сен өзіңнің ақыреттің үшін жасайсың. Алланың разылығы дегенде сол ғой. Алла разы болатын істі амал жасаған кезінде сен өзіңнің ақыреттіңді жамандықтан құтқарғаның, өзіңді тозақтан арашалағаның бар болған осы. Ал енді оны өзгелер қалай түсінеді, қалай қабылдайды, ене саған оған дұрыстап жауап бере ма, бермей ма, күйеуің оны сен бағалай ма, көре ма, көрмей ма, бұл негізі бізді адамдарды аз уайымдату керек, аз алаңдату керек та. Сонда біз үлкен жеңісте, үлкен табыста боламыз. Бұл тек келінге емес, бұл енеге де қатысты нәрсе. Мысалы, біздің алдымыздан онша еместеу келін жолықса егер, тәрбиесі нашар болып жатса, біз барынша Алланың разылығы үшін ол балаға барымызды үйретуге, оны жақсы өмірге талпындыруға, ақылымызды айтуға, жақсы үлгі көрсетуге, жақсы ене болуға ұмтыламыз, әрине, бола береміз. Келін оны түсінбеді, ол өзгермеді деп шаршап қалмауымыз керек та. Мүмкін ол сынақ шығар. Бірақ негізі бұл өмірде Алла Тағалам әрбір адам баласына ерік берген, таңдау берген. Сондықтан ол адам мен былай істесем, мен 100 рет осылай жақсылық істесем, 101-шісінде ол өзгереді деген үмітті негізі алып тастаған дұрыс сияқты. Егер біз одан бір нәрсені күтіп барып істейтін болсақ, ол болмай қалған кезде біз оған қатты ашуланамыз, сосын қарым-қатынас үзіледі. Әрі оған дейінгі жасаған, ол келінге жасаған, немесе мысалы енеме жасаған 100 жақсылығым зая кетеді да. Одан сен жақсылық таппайсың. Одан да ең адам үшін ең экологичный жағы ол просто сен өзіңнің ақыретің үшін, Алланың разылығы үшін жақсылықты жасай беру керек. Ол байқасын, байқамасын, бағаласын, бағаламасын, ол маңызды емес. Маңыздысы сен Алла Тағаланың саған берген ғұмырын сен қалай өткізесің? Жүрегіңе не жинадың? Жүрегіңді қалай тазаладың? Алла Тағаланың кей уақыттарда шынымен де беріп жатқан сынағы болуы мүмкін. Сен содан өте алдың ба? Қалай өттің? Немесе сен мысалы, біз бәрібір пендеміз ғой, біздің қателіктеріміз болады. Қателіктеріміздің жазасын алып жатқан болуымыз мүмкін кейбір уақыттарда. Сондықтан барлық енді мүмкін болғанша, әрине айтуға оңай, бірақ мүмкін болғанша көркем түрде қарым-қатынас жасауға ұмтылуымыз керек екенін мен түсінгенім. Келінжан, тілегін ал мына көптің. Ойлама, ақыл айтып тұрау дептім. Естілікпен ескергін. Келген жерің, жақсысы бір ауылдың, бір әулеттің. Қос өзен қосылама, қос ағама, қуаныш соның бәрі осы анаңа. Шаттық боп, келші жаным шаңыраққа, бақыт боп келші жаным босағама. Мүмкін мұнда көп ғұмыр өткізбегін, өткізерсің күндердің көп тізбегін. Жақсылығын асырып бір әулеттің,
жетпей қалған жерлерін жеткіз келін. Адам бардың қадірін қашан білген. Үлесіңді ала біл осы әр күннен. Ана берген сендегі қасиетке мейірім мен тәрбиемді қосармын мен. Айтқан сөзді ақылды келін ұғар. Өмір деген керуен көбі мұнар. Жақсы әкенің атағы жақсау, бірақ әр адамның өзінің өмірі бар. Ата-анаң саялы теректерің, болар әлі ұрпағың бөбектерің. Үлкеніңнен үлгі алып бұдан бұлай өз көшіңді бастауың керек келін.